Бізге мынадай екі ондық бөлшек берілген екен. Біреуі 0,1, екіншісі 0,10 ондық үлес жүздік мыңдық, яғни 0,1070. Осы екеуін қазір бір-бірімен салыстырайық. Ол үшін бірінші мына 0,1-дегі мына бірге назар аударайық. Бұл ондық үлес болғандықтан, яғни міне 1 бөлінген 10-ға сәйкес. Бұны енді қалай жазсақ болады тағы да басқаша? Мен бұны 1 көбейтілген 10-нан 1 деп жазсам болады. Ал енді 1-ге 10-нан 1-ді көбейтетін болсақ, ол 1 бөлінген 10-ға тең екен. Ал енді келесісі 0,1070 деген мына екінші ондық бөлшегімізге келейік. Бұл жердегі ондық үлес көріп тұрғандарыңыздай 0-ге тең 7 жүздік үлес екен. Сонда бұл 1 бөлінген 100 екен. Ал енді мына мыңдық үлес 0 екенін көреміз. Демек онда бұл 7 көбейтілген 1 бөлінген 100 деген сөз екен. Ал енді мына екеуін көбейтетін болсақ, сонда бұл 7 бөлу 100 екен. Ал енді мына екеуін бір-бірімен салыстыру үшін, яғни екі жай бөлшекті бір-бірімен салыстыратын болса, ол екеуінің бөлімдері бірдей болу керек. Демек, солай салыстырған ең тиімді ғой. Демек, онда мына бірінші бөлшектің алымында бөлімінде 10-ға көбейтіп жіберетін болсақ, онда сәйкесінше 1-ді 10-ға көбейтсек 10 шығады, ал 10-ды 10-ға көбейтсек 100 шығады екен. Сонда бұдан көріп отырғандарыңыздай екі бөлшектің бөлімі бірдей. Демек, онда алымдарын салыстырамыз. 10 7-ден үлкен болғандықтан, бұның жауабы 0,1 үлкен деген болады екен. Ал енді келесісі мына екінші есебімізге келейік. Бұл жерде міне 10-дық үлес, 100-дік үлес, мынау 1000-дық үлес. Ал келесісі мынау 10 мыңдық үлес. Демек, онда бұл 9 дегеніміз 1 бөлінген 1000-ға сәйкес екен. Ал енді бұны келесісі мына 3-ке назар аударайық. Бұл 3 дегеніміз 10 мыңдық үлес дедік қой. Яғни бұл 1 бөлінген 10 мың болады екен. Осыған сәйкес болады. Сонымен енді мына 9-ды қазір жазатын болсақ, онда бұл 9 бөлінген 1000-ға сәйкес келеді. Ал енді келесі 3 көбейту 1 бөлінген 10 мың десек, онда ол 3 бөлінген 10 мың болады. Ал енді осы екі бөлшекті бір-біріне қосу үшін бұлардың бөлімдері бірдей болу керек. Ал ол үшін мен мына бірінші бөлшектің алымында бөлімінде 10-ға көбейтем. Сонда мынау 90, ал екіншісі 10 мың болады екен бөлімі. Сонымен екі бөлшектің бөлімдері бірдей болды. Енді осыны қосатын болсақ, 90-ға 3-ті қосамыз. Сонда бұның жауабы 93 бөлінген 10 мың болады екен. Ал енді келесі мына екінші бөлшегімізге тоқталайық. Яғни мына екінші ондық бөлшекке. Бұл міне 0, мынау 0 деп отырғанымыз ондық үлес, келесі 1 дегеніміз 100-дік үлес. Сонда мұнда 1 100-дік үлес бар екен. Ал енді бұл 100-дік үлесті жазатын болсақ, міне 1 бөлінген 100. Осы екеуін салыстыруымыз керек. Бұны салыстыру үшін онда бірінші бұлардың бөлімдерін бірдей қылайық. Яғни ортақ бөлімге келтіретін болсақ, мынау 10 мың, мынау 100. Демек, онда мен бұның алымында бөлімінде 100-ге көбейтем. Онда 1-ді 100-ге көбейтсек 100 шығады, сәйкесінше 100-ді 100-ге көбейтетін болсақ 10 мың шығады екен. Ал енді мұны екеуін салыстыратын болсақ, екеуінің бөлімдері бірдей. Сонда 93 ол 100-ден кіші болғандықтан теңсіздік таңбасы былай болады екен. Демек, онда 0,100-ден үлкен деген болады екен. Ал енді келесі 0,6 және 0,100-ден 6. Осы екеуін салыстырайық. Бұл жерден назар аударатын болсақ, 6 ондық үлес бар екен. Ал енді келесісінде 6 100-дік үлес бар екен. 0,6 енді 0,100-ден 6-ны салыстыратын болсақ, онда 0,6 үлкен екен. Ал енді келесі 0,3 және 0,100-ден 6-ны салыстырайық. Ал бұл 3 дегеніміз 3 бөлінген 10 ғой. Яғни мынау ондық үлес. Ал енді келесі мына 6-ға тоқталайық. Бұл 100-дік үлес. Ал бұл сонда 6 бөлінген 100 деген сөз. Енді мына екеуін салыстыру үшін бұның алымында бөлімінде 10-ға көбейтем. Онда бұл 30 болады екен, ал бұл 100 болады екен. Енді осы екеуін салыстыратын болса, екеуінің де бөлімдері бірдей, онда сәйкесінше алымдарын салыстырамыз. 30 бен 6-ны салыстырсақ, әрине 30 үлкен болады. Демек, онда 0,3 ол 0,100-ден 6-тан үлкен екен.